Ең оңай роза гүлін жасаймыз. Ол үшін бізге гофра қағаз керек, өзіңіз қалаған түсте. Осыны ұзынынан қырқып аламыз, көлденеңінен емес, созылатын жағынан осылай тартып созып шығамыз қырқып алғаннан кейін. Осылай тартып шықтық. Енді ұшын қайырамыз. Екінші саусақпен бір шетінен ұстап, келесі жағын осылай қайырып форма шығарамыз. Көріп тұрғандарыңыздай бір рет қайырдым. Екі жақтан ұстағаннан кейін екі жаққа қарай қайырамыз, сонда форма шығады. Оп-оңай үйреніп алсаңыздар, соңына дейін осылай істеп шығасыздар. Соңына дейін осылай істеп шыққаннан кейін біз осындай таяқшаның көмегімен бос ораймыз. Таяқшаның ортасына кейін салсаңыздар да болады, алдын ала салсаңыздар да болады. Бос ораймыз. Енді жіппенен қысып, сол жерінен қыссақ өзі байланады. Байлап қойсаңыздар да болады. Міне бізде роза гүл шықты. Барлығын осылай жасап шығамыз. Өте оңай, әдемі көрінеді. Каналға тіркеліп шығыңыздар, лайк қалдырып шығыңыздар. Бір ыдысқа түрлі түсінен осылай салып, үйіңізге әсемдеп қойсаңыз, тіпті керемет болады. Томат банкасына салдым. Енді осының сыртын қалауыңызша әсемдейсіз. Міне бізде гүл дайын. Қалай болды? Комментарий жаза кетіңіз.